Сауысқан тыным таппай сүйреңдеп көп сөйлей беретіндіктен сауысқанның тілі аузына сыймай ісіп кетіпті. Ақыры ас су ішуден қалыпты. Енді қайту керек. Сауысқан ешбір амал таба алмапты. Сонан соң тырнаға жалыныпты. Тырна, тілімді емдеп бере көр. Сені қандай дерт болса да емдейді дейді ғой. Шөптен дәрі жасайды екенсің. Саған шипа боларлықтай шөбім жоқ. Көмектесе алмаймын дейді тырна. Солай ма? Міндетсінесің бе? Деп сауысқан ашуға мінеді. Ендеше маған өкпелеме. Жаман атыңды бүкіл орманға жайып гулетейін бәлем. Осыны айтуға тілі зорға келеді де, ем сұрап қабанға барады. Оған арыз айтады. Менің көмегім керек болған екен ғой саған. Ендеше келе ғой, әкел бері сүйреңдеген тіліңді сорып алайын. Өзіңе де жақсы, біздің де құлағымыз тынышталады дейді қабан шабынып. Сауысқанның үні өшіпті. Сауысқанның тіліне түйнеме шығыпты деген сөз бүкіл орманға тарап кетіпті. Ақыр аяғында сауысқан тіпті сөйлей алмай қалады. Енді саған ешкім де көмектесе алмайды, дейді үкі сауысқанды жұбатып. Өзіңе берік бол. Неге, дейді сауысқан мұңая қырылдап. О баста тіліңе ие болуың керек еді. Сатып алған ауруға ем табылмас деген осы. Сөйтіп сауысқан тілінен айырылып, күні бүгінге дейін мағынасыз шықылықтай береді екен.